деген шапалақ, я в шоке. Не деген қошемет мынау. Армысың оңтүстігім, оңтүстігімнің игі жақсылары, жақсы жайсаңдары, дүбірлі тойларыңыз құтты болсын ағайын. Қайырлы кеш, қымбатты ханымдар мен мырзалар. Оңтүстігім жайында жаман сөйлеп бөспеңдер, дей алмайды оны ешкім, қазақшылығы өшкен жер, әкім қара төрелер, абырой үстем өскен жер, чемоданмен келгендер, вагонменен көшкен жер деп, берекелі мерекелі, өнегелі өрегелі, исі қазаққа үлгі болған, ата тұрып ұл сөйлемеген, ана тұрып қыз сөйлемеген, жігіті жаудан, қыздары байдан қайтпаған, оңтүстігімнің тойы, той қаласына ағайын. Армысыздар ағайын, көңіл ұқсас көктемге зердемен қабыл алыңыз, сөзімнен шәрбәт төккенде. Азаматтары апталдай, арулары ақтаңдай, жомарттығы жанда жоқ, мінездері мақпалдай. Жақсылық жолын жалғаған, татулық жырын толғаған. Қазағымнан айналдым, салт дәстүрін сақтаған. Ал ендеше ағайын, қошеметіңді аяма, өнерпаз қыздай ала. Жылқысындай жеткенде, ардақты халқым бұл кешке. Алланың нұры жаусын шай, сіздер де асыл тектелге деп. Бүгінгі дүркіреген дүбірлі тойымызға қош келдіңіздер дейміз ағайын. Бәрекелді. Сұлымыздың сәулеті, асып тасқан дәулеті, сән салтанаты жарасқан бүгінгі қуаныш елері, Ергешевтер әулеті деп, осы әулеттің құрметіне бір қошеметтеп қойыңыздар шыққан екен. Міне осы әулеттен өсіп өніп, олды ұяға қызды қияға қондырып, бүгін дүрілдетіп, дүбірлетіп той беріп отырған қуаныш елері, той елері, құрметті Нұрлан ағамыз бен Меруерт жеңешемнің құрметіне қошемет ағайын. Және дүбірлі тойымыздың төріне алғаш рет шығып, біздің елге қыз берген жаңа құдаларымыздың Ботпай елінің игі жақсыларына бір қошемет қана кейін. Ал келесі шапалақ қошемет, осы екі жастың қуанышына алыс жақыннан келген, бар жұмысын тастап, игі істі бастап, алтындай уақыттарын бөліп, асқар таудай бастарын кішірейтіп келген игі жақсылар, осы шапалақ қошемет сіздердің құрметтеріңізге қабыл алыңыздар. Берекелді ағайын, тойларыңыз той қыласын дейміз. Бақытқа балап жастарды ән күйге бөлеп аспанды. Ал ағайын туғандар, той менен думан басталды деп. Уақыт шіркін өтуімен ұтып тұр. Төрде бізді қос ғашықтар күтіп тұр деп. Бүгінгі кештің себепкерлері қос ғашығымыз Әуезхан мен Айдананы сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен әсем әннің ырғағында той төріне шақырсақ ағайын. Олай болса, ардақ ағайын, ата-баба дәстүріне тамсанайық, шаршамайық, би-билейік, ән салайық, шапалақты аямай соғып тұрып, жарасқан қос аққуды қарсы алайық. Бүгінгі тойымыздың мәні де сәні, себепкерлері қос ғашық, қос аққу, Әуезхан мен Айдананы қарсы алайық ағайын.